Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Осы соңғы екі роликтарда біраз кішкене қатты батыңқырап, ақиқатты айта бастап едім. Сенің отбасыңа қауіп төнеді, мен сөйтіп жіберем, бүйтіп жіберем дегендер біраз пайда болып жатыр да, дуакештер пайда болып жатыр. Дуакештер пайда болып жатыр дегенде былай отыр да, сен жынмен жүрсің, сен дуамен жүрсің, сен дуакешсің дейді да. Мен бақыттымын дуа жасап, менің дуамнан біреу қорықса, онда мен үлкен бақытты адаммын. Бірақ мына дүниені мойындай алмай жатыр. Мен ауылдың нақ ұстазынан бата алған адаммын, және ұстазымен екеуінің ортасында дәнекер адам болған адаммын десем, бәрі сен жынмен жүрсің дейді. О дүниеде жатқан адам мен бұл дүниеде жатқан адамның ортасындағы тылсымның қабілетінің арқасында барып мен ол кісілерден бата алсам, және ол батаны алуға маған мәжбүр қылған жындар болса, онда мен қуаныштымын. Сондықтан мынаны ойланып қараңыздаршы, Қазақстанда 6000-дай мешіт бар екен. Қазақстанда жекеменшік сот орындаушылар бар, заңдар бар, нелері бар. Енді көп енді. Және емшілер бар. Емшілердің түрлері бар. Бәрі апта сайын, ай сайын каравандатып жүгіріп жатыр жан-жақта. Неге біздің қазақша сөйлемейді? Неге біздің Қазақстандағы өзге ұлттар қазақша сөйлей алмайды? Олардың бәрі сөйлейді. Неге біздің қазақтың салт дәстүрі ақсайды? Неге бізде наркомандар көбейеді? Неге бізде педофилдар көбейеді? Неге бізде ажырасу көбейеді? Неге бізде? Бітпейді қылмыстың түбі. Бүйтіп қарасаң, біздің Қазақстан бәрі әулиеге, аруаққа, бәріне сенушілер екен. Неге? Сол неге деген сұрақтың жауабына келген кезде, солардың бәрін дуалап тастаған мен екенмін. Қалғандары періште екен. Енді ақиқатқа көшсек, мешітке барсаң, 4 қатынын айтады. Мешітке барсаң, емшілерге барсаң, дуаланғансың дейді. Үкіметке барсаң, афенистсің дейді. Сонда бұл қазақтың ішінде бірдеңке бар ма ойда қалатында? Осының бәрін қосып, мен бүйтіп айтамын да емшілерге. Емшілер, бірігейікші десем, жоқ, біз ағананыкеміз дейді. Біреулер айтады, біз ағұлдыкеміз дейді. Біреулер айтады, ермектікеміз дейді да. Енді молдаларды айтпақ қоян, оларды 4-ке бөлініп алған. Ханафи, манафи, ошмефи. Сигеренен таппай қаласың ешқайсың. Бірақ осының бәрін айтамын да, ағайын, бәріміз қаптап, бір қазақты қазақ жаза алмай тұрған кезде қайдағы деп. Мен 1 жыл болды қақсадым, емшілер, Түркістанға алып барып жатсың ба, адам алып барып жатсың ба, бәріне айтыңдар, жеті ата бабаңды жаттап, салт дәстүрін ұстамайынша, сендердің жолдарың ашылмайды деп, нықтап айтыңдар деп. Жоқ, оларға ақша табу керек, тек қана ең оңай жол анау дуалаған болды. Әсіресе ең мықты дуаны мен жақсы жасайды екен, сорпамен. Оны ұмытпаңыздар. Менің қолымнан сорпа ішкен апасына. Сондықтан айтарым, дуакештерім, насқапшыларым, заңшыларым, бәрің жабылып бір қазақтың басын бұрай алмайтсыңдар ғой. Ал енді мен сіздерге шындықты айтып отырмын. Мен не үшін ас беремін деп тұрмын август айында. Менің төріме бір емші кіріп, ем жасай алмаған. Және менің төріме келіп, бір емші аруақ көтер алмаған. Өзімнің атамекенінде туып, өсіп, өздері көтер алмаған емшілер де бар. Неге дейсің ғой? Аруақтың қалағаны болу керек. Мен сол қалаған аруақтың ұрпағымын. Қалап тұр. Сенбесеңіздер, Жахан Әулие деген мен үлкен ролигім бар, тыңдаңыздар. Және менің бұл өмір жолындағы келетін тағдырларым туралы бәрі айтылған. Сондықтан мен асқа шақырдым бәрін, август айында. Уақытын айтам. Бүткіл Қазақстанның емшілерін. Енді білмеймін, сорпадан қорқып дуалайды деп қашып сөздері біледі. Бірақ бұл туралы айтылып кеткен Мәшһүр Жүсіпте де, Мөңке биде де, Майқы биде де, Асан қайғыда да кешегі Бұхар жорында айтқан сөз бар.
Бірақ Бекасыл әулиенің маған бір айтқан сөзі бар. Балам, әулие біткеннің басын аралап тозасың. Содан кейін жат түгіл, жақының жанынан қашады. Сол кезде балам озасың деп. Осы 21 жылдың ішінде маған өзімнің туғандарымның өзі айтқан, сен жынмен жүрсің, сен жынды болып кеттің деп. Бірақ менің айтқаным тура келген кезде бәрі таңғалып, қазір жақсы өсіп келе жатыр. Ал енді Ақұлдың шәкірттері біргеміз дегенге көнбей жатыр, ойбай анау деп жатсыңдар ғой. Әсіресе мені жынмен жүр Дуакеш деген кісілер, мен 1 жыл бұрын Базаркүл тәтеге, Қыдыралының, Ақұлдың әпкесіне барып, әлі күнге дейін ол кісінің жолдасы Қайназаровтан шақсының көзістер ғой. Қыстың күні аязда барып, қай күні өлетінін айтқан мен 1 жыл бұрын бар. Өмірден Ақұл өткен соң 40-нан кейін Базаркүл тәте екеуміз жақсылап сөйлескенбіз. Сондықтан асқа шақырам. Ал енді келе алмағандар, келе алмай жете алмаймыз, ниетіміз бір дегендер, және сол асқа шапағатымыз тиісін дегендер болса да, Каспий Голдты білесіздер, телефонды білесіздер, 707 362 25 77. Халықта сол нөмірде, Каспийде сол нөмірде. Бірақ айтарым, түбі жылап келесіңдер. Мен білем, қай уақыт келген. Кезінде Машқұрсып айтқан екен, мен өлгеннен кейін қой үстіне бозтар қой жұмсылайтын заман келеді осындай уақытта деп. Ол кісі 21 жылы өзінің зиратын қазғызса, 31 жылы өмірден өтті. 10 жыл. Бізде 21-ден бастап сынақ басталды ма, 26-ның аяғында сынақ бітеді да, 27-ден бастап бүткіл әлем қазаққа бағынады. Салт дәстүрге. Сол кезде біздің салт дәстүрді көтере алмай, өздерінше Дуакеш деп жүргендер, ең соңында еңбектейсіңдер. Неге? Өйткені халыққа айтатын тек қана дуамен, екі жастың ортасын ажыратасыңдар, қосыламай жүрген екі жастың ортасын дуамен қосасыңдар. Отбасын дуалаған, анау дуалаған, мынау дуалаған дегенмен құртасыңдар. Еш уақытта қолыңмен ұстап, мені мынау дуа деп көрсете алмайсың ба? Онда сен дәлелдей алмайсың. Сондықтан не дейді? Арыңа байла, ақиқатыңа ұста. Ондай сөзді құдіретің бар ма, шешіп жібер. Сені дуалаған деп айттың ба, енді шешпейсіңдер ма? Шешіп жібермейсіңдер ма? Оны ақметті. Болмаса сені дуалаған деп айтпай-ақ, бір жерге апарып шешіп жіберіп, жақсылықты орнатып жібермейсіңдер ма? Орнатамайсыңдар ғой. Тек қана Түркістанға. Мен жақсы білем, бір адамды 15 жыл тасыдыңдар Түркістанға, дуаланған, бірақ шешілген жоқ. Әлде ол дуаланған болып тұр да. Сондықтан уақыт келді. Бірігу керек, бірлік керек. Қазақты дуамен емес, қазақты батамен өсіру керек. Батамен келетін уақыт келді. Бата ал, жеті атаңды жатта, ағайын шақырып дастархан жай деп үйрет. Және ата тегін әруағыңа басын иге көр. Бар болыңыздар ағайын.